Армысыздар, құрметті қазақ елі, Ермек Албан Алаш Арландар қозғалысынан. Бүгін қасиетті жұма күні осы үндеуімді Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа жолдағым келіп отыр. Нұрсұлтан аға, енді жасым кіші болса да, халықтың атынан сізге айтып кетейін, тыңдаңыз. Мына енді жаратушы ием Алла тағала бүткіл әлемді жаратып отыр. Адам баласын бір тамшы судан жаратты. Адамға туғаннан бастап өлгенге шейін бәрін жазып қояды. Сіздің басыңызға үлкен бақ қонып, осындай үлкен мемлекетте 30 жыл бойы басқарып отырсыз. Қазақстанның байлығын бүткіл жердің астыда өзіңіз игеріп отырсыз. Ал енді 2021 жылға қазір келдік, 30 жыл бойы басқарған нәтижеңізді сараптап кетсек, мына енді өзіміз Қазақстан тәуелсіздік алған кезде енді өз басым өте қатты қуандық, бүткіл халық болып қуандық. Ақырындап неше түрлі тығырық, қиын жағдайлардан бірге шықтық. Сөйтіп енді алып қарасақ, Қазақстан Совет өкіметінен кеткен күйде қандай болды, қазіргі күйі қандай. Сол 90-шы жылдары араб мемлекетін алсақ, Дубайда құмда тұрған бедуин арабтар түйенің үстінде жүрген. Қазіргі кезде ең бай мемлекеттердің бірі. Тек қана мұнайдың арқасында. Ал енді біз бүткіл таблица Менделеева бар мемлекет, халықпыз. Таблица Менделеевте жоқ нәрселер де бар бізде. Халық деген өте ақылды, білімге тартылады бәрі. Сол енді 30 жылдың арасында біз деген үлкен жетістіктерге жетер едік. Қазақстан деген ең бай мемлекет болар еді осы әлемде. Ал қазіргі кезде қазақтың көрген күні қазіргі кезде. Айтсақ енді өкінішпен айтамыз. 30 жыл бойы уақыт зия кетті. 30 жыл бойы уақытымызды ұрладыңыз, Нұрсұлтан аға. Қазіргі кезде сіз құрған жемқорлық жүйе дейміз ғой. Қазақтың әлгінге шейін бүткіл байлығын тонаумен отыр. Қасыңыздағы жинаған командаңыз, туған туысқаныңыз бөлек мемлекетте тұрып жатыр, Нұрландия деген. Ол жерде тек қана миллионерлер мен миллиардерлер ғана. Ол бай адамдар тек қана бай адаммен араласып, кедейдің ешқашан қандай күнде сүріп жатқанын ешқашан түсінбейді. Әлгінге шейін халықтың мәселесін халық шешіп жатыр. Қандай жағдай болмасын, қандай қиыншылық болмасын, халық өз мәселесін өз шешіп жатыр. Айтады ғой, халық деген ол Құдайдың есімі. Егер де сіз халыққа жақсаңыз, Құдайға да жағасыз. Халық риза болса, Құдай да риза болады сізге. Бұл өмірдің ең үлкен ақиқаты дейді. Ол өлім дейді. Өлімнен ешқашан еш адам құтылып көрмеген. Ешқай адам құтыла алмайды да, сіздің алдыңызда миллиард адам келіп, миллиард адам кеткен. Әлемді билеген басшылар да кетті сіздің алдыңызда. Ешқайсы о дүниеге байлығын алып кеткен жоқ. Құрметті Нұрсұлтан аға, жасыңыз 80-нен асып қалды. Қасыңызға мықты әлемнің докторлары болсын. Мықты телохранительдеріңіз болса да, Алла тағала қалаған уақытында алып кетеді. Ал қазіргі күні сіз, Нұрсұлтан аға, халықтың қарғысын жинап отырсыз. Халық өте ашулы. Қазақ халқы қазір кезде бүткіл ауылдардан жиналып, үлкен қалаларда отыр қазір. Бәрі жалдамалы пәтерде отыр. Қазақтың көрген күні қазір. 50-60% қазақ ажырасып, 90% қазақ қарыз, банктерге қарыз, бір-біріне қарыз. Ішіп атқан тамағына магазиндерде қарыз. Қарызға жеп отқан нанын, сүтінің бәрін магазиннен қарызға алып отыр. Осы бай мемлекетте отырып. Қазақтың жағдайы өте ауыр. Жалдамалы пәтерде тұрып жатыр. Көп бала аналар өте көп. Жейтін тамақтары да жоқ қазір көбінің. Мына карантинмен көбі қазір жұмыссыз қалып, көптеген аналар балаларымен аш отыр. Оны бөлек отырып сіз қазір халықпен араласуды қойдыңыз, Нұрсұлтан аға. Жарайды, сіз халықты ойламасаңыз да, сіз өзіңіздің туған туысқандарыңызды, балалар, немерелеріңізді ойлаңыз.
Құдай қалаған уақытында алып кетеді. Сол кезде сіздің туған туысқандарыңызбен не болмақ? Карим мырза, сіздің досыңыз қайтыс болып кетті. Қазір туған туысқандарына, қыздарына қандай жағдай болды? Бәрін тартып алды. Сол сияқты болады сіздің туған туысқандарыңызды. Халық қоймайды. Халық қазір өте ашулы. Бұл өмірдің жалғаны өтірігі дейді. Ол жинап отқан байлығыңыз, отырған тағыңыз, оның бәрі өтірік, жалған нәрсе, бәрі уақытша нәрсе. Ертең күні Құдайдың алдына барасыз, ата-бабамыздың әруақтарының алдына барасыз. Ол жерде мәңгі өмір болады. Сол жерде өкінесіз мына істеген ісіңізге, бірақ қайтара алмайсыз, ештеңе істей алмайсыз. Бұл өмірдің ең биік шыны дейді. Ол мақсат. Сіздің осы күндегі мақсатыңыз қандай? Қазақ халқын құртып, қазақ халқының байлығын жан-жаққа сатып, қазақтың мыңдаған жыл бойы ұстап келген ата-бабамыздың осы жерін аманатпен ұстап кеткен Қытай мен Ресейге бөліп беру ме? Нұрсұлтан аға, бір аяғыңызбен көрде тұрсыз. Алла тағала қалаған уақытында алып кетеді. Күнә жасамайтын адам жоқ. Сізге шын жүрегіммен айтарым, құрметті Нұрсұлтан аға. Қалған өміріңізді халық үшін өмір сүріңіз. Шетелде кеткен миллиардтаған ақшаны Қазақстанға кіргізіп, қазақтың әлеуметін жақсартыңыз. Завод, фабрикалар салыңыз, өндірістік ашайық. Мына кеткен байлықты халыққа қайтарайық. 10 сотка жерден беріңіз, халыққа үй салып беріңіз. Мына әлі шейін жоңғардың атымен тұрған ауылдар, Шонжы дейміз, Нарынқол, Боралдай дейміз, басқа да ауылдарды қазақтың батырларының атымен ауыстырайық. Басқа да істейтін қазақтың мәселесі өте көп. Сол мәселелерді шешіңіз. Сол кезде мүмкін қазақ халқы сізді кешіріп, ертең күні жаныңыз о дүниеде дұрыс болар. Оны бір Алла шешер. Сол үшін Нұрсұлтан аға сұрарым, қалған өміріңізде жасаған қателігіңізді түзеумен өтіңіз. Рахмет тыңдағаныңызға. Енді бұл халықтың жан айқайы деп білсеңіз де болады. Рахмет.